Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Бүгін біз жексенбі күні Барыс базарына келдік. Бұл жаққа келу себебіміз қазір сәттегі рыноктағы баға қалай болып жатыр, Барыс базардағы баға қалай, және де біздің салондағы бағалармен салыстыратын боламыз. Көбісі кризис деп жатыр, анау болды дейді, мынау болды дейді, әйтеуір баға түсіп жатыр дейді. Сол рас па, өтірік па? Қазір тамашалайтын болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, бұл жақта байқағанымыз сатылып жатқан көп автокөлік, Корея автокөліктер, ол жерде Hyundai, Kia'лар, K5, K7 деген секілді. Және де одан бөлек біздің үйреншікті рынокта жүріп қалған бағасы стап тұрған Toyotаларымыз бар. 55, 50 бар, 200-лері бар, 45-лері бар, одан бөлек 20-ка, 30-ка деген секілді. Одан бөлек кроссоверлер бар, Pajero, Pradалар бар, тіпті Gelandenwagen'дер де сатылып жатыр. Бұл жерде байқағанымыз біздің рынокта үйреншікті емес автокөліктер өте аз екен. Көбісі көзі үйреніп қалған, жаңағындай Креталар бар, одан бөлек Sonatалар, K5-лар, бірақ көбісі басынан 70% кәрістер екен. Сол автокөліктерге жеке-жеке тоқталатын боламыз, бағалары қалай болып жатыр, және де қандай состояниемен сатып жатыр, толық көрсететін боламыз. Міне эксперимент ретінде өз автокөліктерімізді шығардық. Бұл жерде Lexus гибрид бар, ES3. Және де осындай Kia Ray автокөлігі бар. Бұл көбінесе әйел кісілерге, қарындастарымызға жаңадан автокөлік үйреніп жатқанға өте керемет, габариті жақсы, объемы да өте аз. Бұл автокөлікке қазір 4 адам қызығып кетті, қарап кетті. Енді Lexusқа да тоже қызығушылық өте көп екен. Бірақ елдер көбінесе гибридтен қашады. Не үшін екенін көбісі қорқады. Бірақ айдап көрген адамдар біледі, бұл автокөліктің рахаты, надежності өте бөлек. Сол секілді қазір басқа да автокөліктерді де салыстыратын боламыз. До конца қараңыздар. Тестостерон керек пе? Мінекей сіздерге тестостерон. Toyota Cruzak 94 жылғы UZ моторда осындай керемет жасыл Raptor цветте. Қараңыздар, таза экспедиционный, тау-тасты аралайтын автокөлік. Дополнительный лебедкалары, пол 360 круговой светтерімен, как болады, антеннасы бар. Қараңыздар, бері қарай келіңіздер. Қараңыздар, таза грузовой шиналарымен. Бұл жерде бізде 75 размер 16. Қараңыздар, керемет. Дополнительный осындай домкраттарымен тұрып қалған кезде таза көмекке келетін автокөлік. Дополнительный бактарымен, как положено, жолға, алыс жолға, тау-тасты аралағанға барлық жағдайы жасалған. Қараңыздар, SX, дополнительнелері, дополнительный шиналары, полный круговой қарап шықсаңыздар болады. Өте керемет автокөлік. Бір мін жоқ бұнан қараңыздаршы. Таза тау-тасты аралайым, бір демалам, разряд алам, рахат алам деген кісілерге өте керемет автокөлік. Бұндай автокөлікте тоже сатылады деген. Бағасы 12 миллион 500 деп тұр. Мына жерде Инстаграмы тұр. Қызыққан жандар болса, прямой шыға берсеңіздер болады. Қараңыздар, керемет автокөлік екен. Мінекей, құрметті достар, осындай Grand Rover таптық. 2016 жылғы осындай океановый көк цветте 2016, родной окрас деп тұр. Сұрап тұрған бағасы 9-2. Полный комплектация емес, бұл енді 360 жоқ. Панорама жоқ екен, іште брек функционал жетіспейді. Енді 9-2-ні бұл автокөліктің состояниесін сұрап тұр, яғни родной окрас үшін 9-2 сұрап тұр. Одан да енді полныйлары 9-9,5 сұрайды рынокта, байқасаңыздар. Қазірге хит болып отқан автокөлігіміз осындай Kia K7 автокөлігі. Олар да 2016, 17, 18-дері 2-4 болады, 18-ден жоғары 3 болады да. Олар енді қазір хит болып отыр. Барыс базарда осы 2-4-тері оның үстінде екен. Ал 3 литрлік бензиндары 11 миллионнан жоғары. Состояниесіне қарай, пробегіне, комплектациясына қарай сұрап отқан бағалары. Қызыққан жандар болса, осындай автокөлікті өте керемет автокөлік. Комфорты бағасына тұрарлық таза бизнес-класс седан. Мінекей көпшіліктің жүрегінен ойып тұрарлық орын алған бізде Hyundai Grand Rover i-J қазір хит болып отқан автокөлік. Арзан бағадағы таза комфортный бизнес-класс десек те болады. 2017, 18, 19-дары қазір өте көп кіріп жатыр. Қазір рынокта бағалары 11 миллион, 12 миллион состояниесіне, пробегіне қарай қойылып жатыр бағалары. Мінекей, мысалға на вариант тоже свежий екен көрініп тұр, тонировкамен тұр. Өзін свежий корейский тонировкасымен тұр екен. Предполный комплектацияда жақсы, 11 миллион деп тұр. Саудасы бар дейді. Осындай автокөліктер бізде де бар. Келсеңіздер болады, выбор бар. Егер ұнағаны баға жағынан, комплектация жағынан, состояние жағынан сіздердің ойлағандарыңыздай шықпай жатса, Кореядан қысқа срокта арзан бағада заказ беріп әкеп бере аламыз. Осындай варианттар өте хит және де жақсы қазір өтіп жатқан автокөлік. Былай айтқанда. Құрметті достар, таза эконом, қалаға да, сыртқа да, трассаға да өте керемет автокөліктердің бірі осы Kia K5 автокөлігі. Расходасы, комфорты жақсы. Қазір байқады, көріп жатыр. 2012-ден бастап 15-ге дейін, 18-ге дейін варианттар бар.
рынок барыста бағалары 8 миллионнан басталады екен. Рынокта енді одан да төмендеу, бірақ әркім өз салған вложениесіне қарай, состояниесіне қарай, пробегіне қарай қойып жатқан бағалары. Бізде де енді аз-маз осы бағалар салонда Кореядан одан да арзанда келеді, білесіздер. Наса наличкаларыңыз болса, Кореядан арзан бағада заказ беруге болады. Бұлар 7 миллион, 6 миллион 800-ге келеді, 2012-лері, 11-лері. Мінекей, Kia K7 2020-дан жоғарғы, ең последний кузов мынау. Мына автокөлік жеке өз басым айдағам, жарты жылдай өте керемет. Комфорты енді айтып жете алмайсың мұндай автокөліктің іші. Бағасы да қолжетімді. Бұлар рынокта бағалары 12-ден жоғары. Бірақ состояниесі жақсылары, полныйлары 13-14-ге дейін барады. Әркім енді білесіздер ғой, состояниесіне қарай, салған вложениесіне қарай қойып жатыр. Мінекей, қазір ғана кіріп жатыр мына автокөлік. Бізде салонда осындай автокөліктің 2-3 варианты бар. Келсеңіздер болады. Родной окрастан жақсы бір вариант бар бізде салонда. Тоже бағасы келісімді, жақсы бағада. Рыноктың бағасынан арзан бағада тұр. Мінекей, состояниесі самолеттай. Осы лупариктер көріп қалдық. Енді аяққа келсеңіздер, лупариктен вариант өте көп екен. Аяқтың өзінде қаз қатарына 4-5 тұр. Ар жаққа бардық, ол жақта тоже бір 5 бар ма? Қараңыздар. Любой цветтен, любой выбор бар екен мына жерде ше. Осы лупарлар, кабандар бар. Лисицалары бар. Кез келген осы арзан, жаңадан көлік айдап жатқан інілеріміз, ағаларымыз, бауырларымыз болса, міне арзан бағада лупариктар бар екен. Жақсы, ля-ля состояние самолет дейді ғой. Бұрында бала кезде ата-анамыз мектепке киіндірер кезде осындай базарларға келуші еді. Енді ол кезде білесіздер, бұндай новый инфраструктура жоқ, новый базар жоқ. Тура осындай қарапайым ғана базар етін. Әйтеуір ұнаған бір бутигіне кіресің, анаң бір кіріп шығасың, ағаң бір кіріп шығасың, киіп көресің, бағасын сұрап көресің. Бұл жақта тура сондай көзін жауын алатын автокөліктер өте көп екен. Андай бұрында арман болып кеткен лупариктері бар, приоралары бар мысалға ше. Жас балалардың арманы былайша айтқанда. Әйтеуір бәрін бір көріп көресің, бағасын сұрайсың, состояниесін бір сұрақ қоясың әйтеуір. Алмайсың, бірақ сонда да қызық та. Барыс базарын толықтай аралап шықтық. Енді ойға түйгеніміз, бұл жердегі баға, рыноктағы баға, салондағы бағалар барлығы бірдей екен. Барлығы бір бағаны ұстап тұр да. Қазір кризис болып жатыр, басқа болып жатыр деп баға түсіріп жатыр дейді елдер, бірақ та байқағанымыз ешқандай ондай несі жоқ. Барлығының бағасы бірдей. Ол Кияларыңыз бар, Тойоталарыңыз бар, Хондаларыңыз бар, немістеріңіз бар, барлығы бұрынғы бағаны ұстап тұр да. Сол себепті егер де демалыс күндеріңізді қиып келетін болсаңыз, базарда выбор бар екен. Ал егер де ондай уақытың жоқ десеңіздер, салоннан да көрсеңіздер болады. Ол жерде енді выбор да бар, бірақ ол жерде менеджер жеке-жеке сіздерге шығатын болады. Арзан автокөлік, жақсы состояниеде, Кореядан жүрілмеген автокөлік іздеген болсаңыздар, Медино группқа хабарласыңыздар. Жақсы автокөлікті біздің салоннан таба аласыздар, болмаса Кореядан арзан бағада заказ бере аласыздар. Қош, сау болыңыздар, құрметті достар. Келесі жүздескенше.